өзін өзі жетілдіру бағытындағы қазақ тіліндегі сериалдық видеоларды түсіруді одан ары жалғастырып жатырмын. Бүгінгі видео сабақтың тақырыбы қарыздың құрдымына құлағандар немесе қаржы тапшылығынан қарыз алу арқылы құтыламыз деудің қатері деп аталады. Қарыз тапшылығы жалпы адамдардың бәрінде кездесіп жатады. Қазіргі нарық жағдайында әсіресе бұл кәсіпкерлерде де кездеседі, үлкен бизнеспен айналысатын адамдарда, жұмыс істейтін жаңағы жұмысшыларда, мемлекеттік қызметкерлерде, бәрінде де қарыз тапшылығы кездесіп жатады. Өйткені нарық жағдайына байланысты баға қымбаттап жатыр, өсіп жатыр, инфляция деген сияқты, соның бәрі міндетті түрде қарыз тапшылығына келіп ұрындырады. Дегенмен де осы қарыз тапшылығынан құтылудың амалын қарастыруға байланысты адамдарды екі топқа бөлуге болады. Бірінші топтағы адамдар қарыз тапшылығына тап болған кезде олар ақшаларын үнемді пайдалану, қосымша қаржы көздерін табу, жалақысы көбірек басқа жаңағы жұмысқа ауысу сияқты тәсілдерді пайдаланып, сол арқылы қарыз тапшылығынан құтылуға ұмтылады. Бұндай адамдар әдетте ешқашанда қарыз алмайды, кредитке ұрынбайды. Содан кейін алғашқы кездерде біраз жаңағы қиындық көргеніне қарамастан уақыт өте келе олар қарыз тапшылығынан құтылып, молшылыққа, бақуаттылыққа қол жеткізеді. Ол адамдардың көбі, егер ақшаларын үнемдеп сақтап, тек сақтап қана қоймай, оны көбейтудің, инвестициялаудың тәсілдерін пайдалана білсе, егер оны пайдалана білмей, тек қана үнемдеп сақтап, әйтеуір қарыз тапшылығынан құтылып, ел қатарын тірлік кешейін десе, қарызға батпаса да, негізі қарыз тапшылығынан өмір бойы құтыла алмай, солай қалуы мүмкін. Бұл енді ақшаны қалай сақтап, қалай көбейтудің амалын меңгеруіне байланысты болады. Екінші топтағы адамдар бар. Олар қарыз тапшылығынан құтылудың жалғыз бірден бір жолы деп қарыз алуды санайды. Қандай жағдайда болса да, қарыз тапшылығына тап болған кезде олар қарыз алып жатады. Айнасындағы адамдардан қарыз сұрап айтады. Қарыз алғаннан кейін оны міндетті түрде белгілі уақыттан кейін қайтаруға тура келеді. Қазақ қарыз күліп барып шылап қайтады деген сөз бар қазақта. Яғни қарыз алар кезде бұндай адамдар әдетте өлердегі сөзін айтып, жалынып, жалбарынып, шыл сөздермен бір айдың ішінде, бір аптаның ішінде қайтарам деп жатады. Алғаннан кейін жаңағы сол қарызды қайтарып беруге келгенде олар қатты қиналып, бір тиын беруге де сондай бір қиналып жататын жағдайлар болады. Мен көп көрдім. Өйткені мен өзім адамдардан қарыз алмай, керісінше адамдарға қарыз беремін. Сондай жағдайларда қарызды қайтарарда ол адамдар көп қиналып жатады. Қарыз арқылы мәселені шешу оңай сияқты көрініп, бұған адамның әбден езіліп кетеді. Енді ол сәл тапшылық сезілсе болды, қарыз алуға бейімделеді. Осылай қарыздар өсіп жиналады. Қарызды адамдарға екінің бірінде бере қоймайтын түсінікті. Өйткені айналадағы адамдардың сұрап әбден мезі болады. Және көп мөлшерде қарыз алу айнадағы өзің сияқты жұмыс істеп жүрген, жалақымен күн көріп жүрген адамдардан ол мүмкін де болмайды. Сондықтан да жаңа үлкен мөлшерде қаржы керек болып қалған кезде адамдар, әсіресе біздің қазақтардың көбі кредит алып жатады. Той жасағанда кредит алады. Біреу қайтыс болса, ас беруге, немесе басын көтеруге бәріне де кредит алып жатады. Үйлерін кепілге қойып, кредит алғаннан кейін оны жаңағы өсімменен. Жай қарызды мысалы 100 мың теңге алсаңыз, 100 мың теңге қайтарып бермейсіз, енді 150 мың теңге алып қайтарып беруге тура келеді, яғни өсіммен қайтаруға тура келеді. Бұл да олай жасау арқылы да қарыз алған адамдар құтылып жатады. Енді қарыз алу арқылы қарыз тапшылығынан құтыламын деп, оны оңай тәсіл деп қарызға әбден үйреніп алған адам күндердің күнінде қарыз әбден мойнына жиналып, соның бәрін қайтаруына тура келетін жағдай болады. Ондай адамдар әдетте мен өзім көп жағдайларда көрдім. Қарызға ерте үйленіп кетеді де қайтармайды қарызды. Содан жүре береді, ертең қайтарам, арғы күні қайтарам деп. Содан күдерін үзген адамдар немесе жаңағы банк сотқа беріп, сот арқылы мәжбүрлеп қайтару амалдарын жасап жатады. Бұл енді
шын айтқанда әлгі қарыз алған адамға өте бір ыңғайсыз қиын жағдайға ұшыратады. Өйткені оның мүлкін тәркілейді, жаңағы үйін тұтқындап алып қоюы мүмкін, үйінен, баспанасынан, мүлкінен айырылып қалатын қауіпті болады. Сөйтіп, ондай қарызға әбден үйреніп алған адамдар күндердің күнінде міндетті түрде сондай бір қиын жағдайға өздері ұшырататын сәттері болады. Осы орайда өзіне жетілдіру ілімінің бір өкілі, біздің Орта Азиялық миллионер болған қарадан шығып Сайдмұрат Талғатов деген ұстаздың айтуынша, оған көптеген адамдар сұрақтар беріп жатыр екен. Видеоларын көріп, біраз кітаптарында оқыдым мен, ол өте жақсы ақыл кеңестер береді. Осының айтуынша қарыздан құтылудың жалғыз жолы, әбден мойныңызға мінген қарыздың құрдымынан шығудың жалғыз жолы дейді. Онда қарыз алу деген ұғымды санаңыздан мүлдем өшіріп тастаңыз. Қандай қиын қарыз тапшылығына ұшырасаңыз да ешқашанда қарыз алмаңыз. Оның есесіне сіз дейді ақшаңыздың үнемді пайдалануды, кіріс пен шығысыңызды есептеп, бақылауды, жоспарлап жұмсауды ақшаны үйреніңіз. Содан кейін айтады, ол кісі айтады, тапқан табысыңыздың кем дегенде 10%-ын ай сайын дейді депозитке салып, немесе құнды қағаздар сатып алып, басқа да инвестициялық жобаларға қатысу арқылы сол ақшаңызды инфляциядан сақтап және көбейтуді мүмкіндік беретін сондай жобаларға қатысып отырыңыз, инвестициялап отырыңыз. Міне осылай жасау арқылы дейді, сіз дейді, ақырында қарыздың құрдымынан құтыласыз. Және сіздің санаңызда дейді, қарыз тапшылығынан қарыз алу арқылы құтылуға болады деген ұғым жоғалып, оның орнына сіз дейді, қарыз тапшылығынан құтылудың жолы ақшаны үнемді пайдалану, ақшаны кіріс шығысты бақылау және тапқан ақшаңызды сақтап, соны көбейту шараларын қарастыру деген түсінік санаңызға әбден берілген еді. Осы түсінікпен өмір сүрсеңіз, сіз ешқашанда қарыз тапшылығына ұшырамайсыз және ешқашанда қарыздың құрдымына құламайсыз, ақша тапшылығына ұшырамайсыз. Міне бұл қарапайым тәсіл енді. Бұны пайдалану әркімнің өзінің еркіндегі шаруа. Егер сізге осы видеода айтылған жайлар көмегін тигізіп, сізге бір жақсы игілігін әкеліп жатса, мен өте қуаныштымын. Видеоның астындағы лайкты басып, пікіріңізді қалдырыңыз, немесе жаңа астындағы жаңағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп, бұл туралы толық ақпаратты алуыңызға болады.